Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін сіздерге домбыра тартудың ең өте бір ыңғайлы әдісін айтатын болам. Көбісі қазір нотамен үйреніп жүр. Ол музыкалық мектепке баратын оқушылар. Ал музыкалық мектепке көбісі бармайды ғой. Көбісі домбыра үйренгісі келеді, бір ән тартқысы келеді, күй тартқысы келеді. Кемінде бір шағын ән болса да тартқысы келеді көп адам. Домбыра шерткісі келеді. Сол адамдарға арнап мен арнайы өзім сызба құрастырдым. Ол сызба үйренуге өте ыңғайлы. Осы уақытқа дейін көпшілік адам тартып көрді, өте ыңғайлы деп жаңағы өзінің пікірлерін айтты. Бар жоғы мына сандарды тек санап табасыздар. Сандар арқылы домбыраны үйреніп кете аласыздар. 0 мен 0, 0 мен 2, 0 мен 3, төменге, жоғарыға, төменге барлығы дайын жазылып тұр бұл жерде. Ешқандай түсіндіретін ештеңе жоқ. Мына сандарды тек басып отырасыздар ғой. Жаңа дайын нәрсені 0-ді баспайсыздар. Тау сияқты сурет төменге, ағылшынша V жоғарыға. Мына үстіндегі санды домбырада үстінен басасыздар, ал астындағы санды астынан. 0 болса баспайсыздар. Астында бірге айтатын буыны тұр. Мына буын, мына қағыстікі. Қағыс деген мына былай бірлеп тартқанды қағыс деп атайды. Мынау бір қағыс, мысалы, мынау бір қағыс. Бөлініп тұр ғой, көзі көрініп. Мән беріп қарасаңыздар түсініп аласыздар. Жетегіне 0 мен, мысалы, 0, 0 мен 2, 0 мен 3. Мына жерде қағыс тағы төменге. Көрдіңіздер ма? Үйренуге өте қолайлы. Қолайлы болғасын айтып жатырмын. Үйренуге өте ыңғайлы әдіс. Көрдіңіздер ғой. Жалғасы да әрі қарай дәл сол жаңағы схемамен жазылған. Тек сандарды санап тауып басып отырасыздар. Үстіндегі санды үстінен былай санайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5. 5 болса үстінен, 3 болса астынан. Үстінде болса үстінен басасыздар, астында болса астынан. Төменге мына қағыс көтерсем, ол жоғары қағыс болады. 5 пен 5, 5 пен 7. Негізі мына сандар табу ол деген қиын емес, көпшілігі түсініп кетеді. Тек мына саусақты бүйтіп қолды қою қиындау болады. Басындашы, соған шамалы шыдамдылық керек енді. Жаймендеп тарта беру керек қой, көп басып. Бірден жақсы басылып кетпейді. Әртүрлі енді әр адамда. Кейде дауысы дұрыс шықпауы мүмкін. Бұжырлап. Негізі мына сызықтың алдынан басу керек, сонда дауыс жақсы шығады. Төмен, жоғары. 3 қағыс қақсам мынадай әуен шығады. Көкжиек, күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін әр ақтанда. Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барандай бағалады тәуба қартөз. Ал достар, комментарийге жазыңыздар, осындай жаңағы схеманы алуларыңыз келсе, қазпошта арқылы бірден салып жіберем. Үйіңізге дейін апарып береді.